Осындай кереметтердің барлығын көрген соң түскі тамақтың қамына кірістік. Ауыл жақта жүрген соң грузиндер таза ауаға шыққанда не жейтінін біліп көргім келді. Соны айтып едім, шопыр жігіт осындай керемет бір ресторанға алып келді. Айтқандай керемет жер екен, су ағып жатыр, бұлақ, барлығы мықты, таза ауа, ал тамақтан шашлык және осы біз келген ресторанның ішінде форель өсіреді, яғни балықтың түрі, соны өсіреді. Осы жерде клиенттер заказ берсе, ұстап алады да, пісіріп береді. Ұстап алады дегенде прям міне осымен ұстап алады. Оның барлығы мына ішінде жүр балықтар. Таңдап аласың, ұстайды, сояды. Жарып етіп берсе, жарып етіп береді. Шашлык сияқты жасап берсе, шашлык сияқты жасап береді. Бана айтқандағыдай міне форельді осылай алып келеді. Жарып етіп, қуырып. Және де қалай Грузияға келіп, грузинский шашлык жемейміз. Говяжий шашлык. Ас